Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мақпал. Бүгін сіздермен итальянский паста деп аталатын, яғни тауық еті қосылған макарон тағамының рецептісімен бөлісемін. Рецепті де қарапайым және тез, жеңіл түрде дайындалады. Дәмді шығады, міндетті түрде жасаңыздар және де видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін қызарғанша қуырып аламыз. Оның үстіне сарымсақ қосып қуырамыз. Артынша томат соусын қосып, кішкене араластырып қуырамыз. Оның үстіне помидорымызды саламыз да, қалаған дәмдеуіштерімізді қосамыз және дәміне қарай тұз қосып, араластырамыз. Және бетін жауып 10-15 минутқа баяу отқа бұқтырып қоямыз. Екінші бөлек ыдысымызға суымызды алдын ала қайнатып, 1 шай қасық тұз қосамыз да, суымызға паста макаронымызды салып, арасына ашып, араластырып тұрып, 12-15 минутқа пісіріп аламыз да, сүзіп алып қоямыз. Бұқтырылып болған соусымызға 1 қасық сары май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бірден қайнап жатқан соустың үстіне дайын макаронымызды салып, жақсылап қайта араластырамыз. Және оның үстіне үгітілген сырымызды сеуіп шығамыз және қайта араластырамыз. Міне біздің пастамыз дайын, өте дәмді болып шығады, өте оңай, жеңіл дайындалатын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады, сол себепті каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Мақпал, назарларыңызға рахмет, келесі видеода кездескенше.